Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен дубайский шоколадты өз қолымызбен жасайтын боламыз. Бұл шоколадты үй жағдайында жасасақ та өте дәмді болады. Себебі тек сапалы ингредиенттерді қолданатын боламыз. Алдымен шоколадтың бетін әсемдеу үшін алтын түсті кондуринге спиртті құйып, жақсылап араластырамыз. Кондитерлік щетканың көмегімен формаға шашыратамыз. Шоколадты ыдысқа өлшеп саламыз. Одан 25%-ын бөлек алып қоямыз. Мен 200 грамм шоколад салып, оның 50 граммын алып қойдым. Енді шоколадты формаға құю үшін оны алдымен темперировать етеміз. Темперирование дегеніміз шоколадты белгілі бір температураға дейін қыздырып және салқындату процесі. Темперированиеден өткен шоколад қолға жабыспайды, сырты жылтыр болады және бөлме температурасында езілмей формасын ұстап тұрады. Енді шоколадты микротолқынды пеште немесе паровая баняда 45 градусқа дейін ерітеміз. Шоколадтың температурасын пирометрмен өлшейміз. Міне, шоколадтың температурасы 45 градусқа дейін жетті. Енді бағана алып қойған шоколадты үстіне салып, жылдам араластырып, шоколадтың температурасын 30 градусқа дейін түсіреміз. Шоколадты еріткен кезде пластикалық ыдыс қолданғаныңыз жөн. Себебі пластик қатты ысып кетпейді. Ал егер шыны немесе металл ыдыс қолданатын болсаңыз, олар қатты қызып, шоколадтың температурасын берілген мөлшерден асырып жіберуі мүмкін. Сонымен қатар бөлмедегі температураның мөлшері 18-20 градус аралығында болуы керек. Шоколадтың температурасы 30 градусқа дейін түсті. Енді дұрыс темперировать етілгенін тексеру үшін қасықта шоколадқа матырып, бөлме температурасында 1 минутқа қойып қоямыз. 1 минуттай уақыт өтті, қасықтағы шоколад матовый болды. Ол дегеніміз шоколад жақсы темперировать етілді деген сөз. Шоколадты формаға құйып, барлық жеріне біркелкі қылып шаямыз. Артық ауаны шығарып тастау үшін үстелге ұрамыз. Форманы аударып, ішіндегі шоколадты ыдысқа құямыз. Шпательдің көмегімен форманың шетін тазалаймыз. Корпусымыз дайын, бөлме температурасында қалдырамыз. Ал егер тез қатсын десеңіз, тоңазытқышқа қойсаңыз болады. Әзірге салмасын дайындайық. Мен дүкеннен сатып алынған кадаиф қамырын қолданамын. Қолдан жасалған қамырға қарағанда ол өте жіңішке болып келеді. Кадаиф қамырын бір-бірінен ажыратып, противенге біркелкі етіп шаямыз. 150 градуста қыздырылған духовкада 15 минуттай сәл қызарғанша ұстаймыз. Қатты қызарғанға дейін пісірудің қажеті жоқ. Ең бастысы қытырлағанға дейін ұстасаңыз болды. Кадаиф қамыры дайын, суытып, қолмен сындырып, ұсақ қылып үгітеміз. Ыдысқа фисташка пастасын саламыз. Фисташка пастасын қолдан қалай жасауға болатынын келесі видеода салатын боламын. Тахини пастасын саламыз. Тахини пастасында мен өзім жасадым. Алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын. Сілтемесін осы видеоның астына қалдырамын. Салмасы тәтті болу үшін ақ шоколадты ерітіп саламыз. Ең соңында кадаиф қамырын салып, жақсылап араластырамыз. Формаға салманы салып тегістейміз.
Қалған шоколадты қайтадан темперировать етіп үстіне құямыз. Біркелкі қылып жайып, тегістеп, артығын шпательмен алып тастаймыз. Тоңазытқышқа 5-10 минутқа салып қоямыз. Міне шоколадымыз дайын. Формадан тез шықты. Бұл дегеніміз шоколад жақсы темперировать етілді деген сөз. Сырты жылтырап тұр. Ал енді сындырып көрейік. Оригинал дубайский шоколадтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмі керемет. Үйдегілерге ұнады. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.